Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Сіздердің болашақ мамандықтарыңыз маркетинг. Сіздер кез келген өнімді ұсына аласыздар. Қазақстанда сұранысқа ие отандық өнім Рахат кондитерлік фабрикасының шоколады. Сіздер қазір осы шоколадты жарнамалайтын, сататын, ұсынатын бір ауыз сөз айтыңыздар. Қазақстанда өндірілген Рахат шоколады қандай? Қандай? Спасибо. Файдалы. Жақсы көремін. Бүгінгі сабақта мына витринада әрқайсыңыздың атыңыз жазылған ұяшықтар тұр. Сабақ кезінде осы компьютерді жинау арқылы сіздер бағаланасыздар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтінге жоспар құрып, әр тармақшаға қажетті негізгі және қосымша мәліметтерді жарнама, презентация түрінде көрсетесіздер. Біздің сабағымыздың тақырыбы отандық өнеркәсіп өнімдерін пайдаланамыз. Бұл тақырып бойынша сіздерге алдын ала шығармашылық жұмыс берілген болатын. Енді қазір ортаға көшбасшыны шақырайық. Ал ендігі сіздердің назарларыңызға біздің топ дайындаған бір мақал, бір құрт айдары. Бүгінгі біздің тақырыбымызды біз екі топқа бөлдік. Бірінші топ ұлттық киімдер тобы және екінші топ ұлттық сусындар тобы. Ұлттық киімдер тобы ұлттық киімнің тарихын және де қазіргі заманауи киімдер туралы айтып береді және де жарнамалайды. Тері көшпелілер арасында киім тігу үшін қолданылған ең көне материал. Қазақтың ұлттық киімдері ерте заманнан бастау алады, олар ерлер киімі және әйелдер киімі деп бөлінді. Ертеде байлар жібекпен барқыттан көйлек кисе, кедейлер жабайы аңның терісінен киім киген. Ерлердің бас киімі тақия, ал жазғы бас киімі бұрық. Олар ертеде мақтадан, жібектен, ұлбырден тігілген. Қазіргі заманда киім адамның этносқа деген махаббаты мен стилін көрсетуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ олар әртүрлі моншақтармен және де оюлармен безендірілген. Құрметті білім алушылар, ұлттық киімдер тобына кімнің сұрағы бар? Ұлттық киімдердің бағасы қаншалықты қолжетімді? Ал сіздердің жауаптарыңыз? Біздің ұлттық киімдер басқа бәсекелестермен салыстырғанда біздің бағалар салыстырмалы түрде арзан. Сіздер білесіздер ме? Біздің ұлттық киімдеріміз тек қана біздің елімізде емес, шет елдерде де танымал, және шетелдіктер біздікіне қызығып жатыр. Қазақ қызы намысым сыңғырлаған сезімдей, Айша бибі домалақ аналардың көзіндей, баян сұлу қыз жібек еңліктердің өзіндей, намысыңды ерлерім қорғас еген төзілмей. Мәншүгім мен әлиям жаудың бетін қайтарған. Бірінші топтың бағаларын беріңіз. Ал ендігі кезекте ортаға ұлттық сусындар тобын шақырайық. Қымыз қазақ халқының ұлттық тағамдарының ішіндегі ең құрметті дастархан дәмі. Қымыз тек қана бел үстінен ұшытылады, бел үстінде белоқтар, май, көмірсулар және көптеген дәрумендер бар. Қымыз адам денсаулығына пайдалы, құрамында Ә және С дәрумені бар. Шұбат түйе сүтінен ашытылады, құрамында мырыш, кальций бар, сондықтан өкпе ауруларына пайдалы. Шұбат биология құрамы бойынша тек қана нәрлі және дәмді азық қана емес.
Сондай А, Б, С дәрежелерін көзі. Құрметті білім алушылар, ұлттық сусын тобына сұрақтарыңыз бар болса? Я бұрын сұрақ қойыңыз. Отандық өнімге сұранысты арттыру үшін қандай қадамдар ұсынар едің? Сұраққа кім жауап береді? Мен сұранысты арттыру үшін төмен баға орнатып, сапалы өнім өндіріп, қазіргі заманғы жабдықтарды алуға ұсыныс берер едім. Рахмет. Қазір сіздердің назарларыңызға екінші топтың сусындар туралы түсірген қала тұрғындарынан алған сұхбатын ұсынамыз. Сіз бе? Саламатсыз ба? Сіз қымыз ішесіз ба? Анда-санда әрине. Все, көп рахмет сізге. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Сіз қымыз ішесіз ба? Ішем. Неге сізге қымыз ұнайды? Қымыз және ертеден келе сусындардың бірі қазақи. Сол себепті бір жағынан энергетик болып табылады, екінші жағынан витамин. Сәлеметсіз бе, сіз қымыз ішесіз ба? Саламатсыз ба? Я өте жақсы көремін. Неге? Өйткені ол қымыздың біздің салт дәстүрімізде өте маңызы зор. Қымыз ішу адамның көп жағдайдағы қабілеттігін артады. Мәселен, қымыз ішкен адам всегда қызу қанды жүреді. Ол біріншіден, екіншіден ол жерде өзің бодрствовать етесің. Шаршаған кезде шаршау мауқыңды басатын болады. Сәлеметсіз бе, сіз қымыз ішесіз ба? Сәлеметсіз бе, әрине ішеміз. Неге сізге сіз оған? Қымыз енді өзінің байырғы біздің ата-бабамыздан келе жатқан сусындарының бірі. Қазіргі таңда қымыз өте пайдалы, бұрыннан да пайдалы. Оның құрамында кальций бар, одан да басқа әртүрлі белоктар дейміз, адам денсаулығына жетпейтін элементтердің барлығы бар. Сондықтан біз отбасымызбен қымыз ішеміз және барлық адамға ішуге кеңес береміз. Сәлеметсіз бе, сіз қымыз ішесіз ба? Я. Сізге қымыз неліктен ұнайды? Қымыз ұнайды, потому что ол денсаулыққа пайдалы. Как-то қазақтың ұлттық сусыны десек те болады. Маған ұнайды. Көп рахмет. Айдын Айымбетов алғаш рет ғарышқа қазақтың ұлттық тағамдарын алып ұшқан еді. Солардың бірі құрт. Ол өнім қайда және қалай жасалды? Астронавтами и астронавтами была поставлена очень высокая оценка этим продуктам. И очень сильно им понравился наш, всем известный құрт. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Бірінші шикізат, сырье, құрғақ. Бүгінгі жаңа сөздерімізді дәптерлеріңізге жазыңыздар. Келесі тапсырмамыз, қазір сіздер тыңдалым мәтінін тыңдайсыздар. Одан кейін сұрақтарға жауап береміз және екі топқа бөлініп, осы мәтін бойынша жоспар құрып, жарнама жазасыздар. Ас адамның арқауы демекші, асымыздың, азық-түліктің сапалы болуына мән беруіміз қажет. Азық-түлік неғұрлым балғын, табиғи, қоспасыз, таза болса, соғұрлым сапалы болатыны мәлім. Бұл ретте отандық өнімдердің осы аталған қасиеттерге сай екендігін айту керек. Қазіргі таңда отандық тауарларға деген сұраныс артып келеді. Солардың бірі ет өнімдері. Қазақ халқының бұрыннан келе жатқан ата кәсібі мал шаруашылығы. Қазіргі кезде де қазақстандық ет пен ет өнімдері шетелде сұранысқа ие. Мал мен құс еті Тәжікстан, Қытай, Өзбекстан, Біріккен Араб Әмірліктері, Иран елдерінде жеткізілуде. Осы ұлттық өнімді ұлттық бренд ретінде бүкіл әлемге танытуға мүмкіндік бар. Осылайша, қазақстандық өндірушілер шикізат өндірісінен сапалы өңделген өнім шығаруға ауысуда. Ал бірегей бренд қалыптастыру арқылы халықаралық нарықтағы бәсекеге қабілетімізді арттыру көзделіп отыр. Мұның барлығы азаматтардың отан алдындағы парызын сезінуге байланысты.
Енді мәтінді тыңдап болсақ, мәтін бойынша мына сұрақтарға жауап берейік. Сіз қай өнімнен ұлттық бренд жасап едіңіз? Мен Ашеки бұйымдардан ұлттық бренд жасап едім. Рахмет, отырыңыз. Қазір біз сіздермен жұбымды тап ойынын ойнаймыз. Мына менің алдымда жатқан қағаздарды алып, әрқайсыңыз өз жұбыңызды тауып, отыруларыңыз керек. Келіңіздер. Мәтін бойынша сіздер қазір жарнама жазасыздар, презентация жасайсыздар. Іске сәт. Мәтін бойынша жарнаманы кім оқиды? Элизабет. Біз сіздерге нағыз дәмді, ең жоғары сапалы, балғын, шырынды ет ұсынамыз. Біздің ет табиғи дәмі мен шырындылығын бағалайтындардың таңдауы. Бүгін дәмін көріп, басқа еттерден айырмашылығын байқаңыз. Рахмет. Бүгінгі сабағымызды пысықтап қорытындылау мақсатында қазір ұялы телефондарыңызға мен жіберген сілтеме бойынша кіріп, мына сұрақтарға жауап берейік, тест өтеміз. Жарайсың. Қазір біз сіздермен кішкене бой сергітіп алайық. Ән көңілдің ажары. Татулық бөлгісімен жағалайым алдас бұрған, менің дастарханым, қазақы дастарханым. Бүгінгі сабағымызды қорытындылау, бағалау үшін әрқайсыңыздың атыңыз жазылған ұяшықтан кәмпитті аламыз. Содан кейін сабақтан алған әсерлеріңізді бір-бір ауыз сөзбен айтып кетіңіздер. Келіңіздер. Мен сабақты түсіндім. Маған бүгінгі сабақты ұнады. Сабақ қызықты болды. Қазір үйге тапсырманы жазып алыңыздар. Сау болыңыздар.